Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл Дәулеттен арнасы. Енді YouTube бұндай видеоларды көп сала бермеймін, бірақ салғанның өзінде де пайдалы дүниелерді салуға тырысам. Бүгінгі біздің подкаст дейміз, әңгіме дейміз, сұхбат дейміз, енді әркім әртүрлі айтады ғой. Негізгі жақсы бір әңгіме болайын деп тұр. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ерік Шыныбеков, қарапайым тілмен айтсақ, өте білімді маман. Қазіргі таңда инвестор, мамандығы инженер. Одан кейін Серік Тапек, менің жақын досым айналып кетті. Отбасылық достарымыз, өте білімді жігіт. Бізде ең белді еліміздегі екінші деңгейлі банктердің соны дамыту үшін де негізі көп үлесін қосқан. Банктың атын мүмкін өзі айта жатар кейін. Және де бәріңіз жақсы көретін сүйікті ұстаз, директорларыңыз, және де Алтын ханым 2026 Ақмоншақ Нұртаза. Қош келдіңіздер енді. Жалпы бүгінгі әңгіме тәрбие жайлы болса екен деймін. Себебі бұл жерде отырған төртеуміз де ата-анамыз айналып келгенде, Ақмоншақ ханым көп балалы ана, сіз 3 баланың әкесі, Серік екеу бұйырса болар тағы. Мен 3 баланың әкесі, мен бәрібір ата-ана ретінде біз баланың дамығанын, өскенін қалаймыз. Енді біз тақырыпқа кірмес бұрын мен мына нәрсені қойғым келеді, кейде көп нәрсе ойландырады. Мысалға, Ерік мырза, сіз жаңа сөз арасында танысып жатқанда айтып қалдыңыз, КТЛ, қазіргі билді бітірдім, одан кейін бірнеше шет мемлекеттерде жұмыс істедім деген секілді. Мектепте бәріміз оқығанымыз, көргеніміз 42 алфавит. Әліппені алған кезде партаға 25-30 бала отырғанда бәрімізде бір мұғалім болды. Бірақ уақыт өте келе неге әркімнің тағдыры әртүрлі бола бастайды. Біреудің жолы басқаша, біреуі өседі, біреуі дамиды, біреуі ортада қалып қалады дегендей. Сол балалық шақ, сіздің балалық шағыңыз қалай әсер етті өсуіңізге? Мүмкін ата-анама, әлде кез келген бір адамда өмірінде мынандай қараңғы жерде бір жарық беретін бір кейде бір адам болып қалады. Мүмкін содан кейін ойыңыз өзгерді ме? Осыдан бастайықшы. Енді арамыздағы ең үлкені сіз, және де жолыңыз да үлкен. Ассалаумағалейкум. Көп рахмет. Айтады ғой қазақта, бап шаппайды, бақ шабады дейді ғой. Негізі енді әркімнің тағдыры өбесінен жазылды деп сенеміз ғой. Кім қалай болса да, қандай жағдайда өсе де, бірақ мынандай статистика жағынан қарағанда, кейбір жерлерде бір видеороликтер көрген боларсыздар. Бәрін бір қатарда тізіп қояды да сұрайды, кімнің ата-анасы болды бір қадам алға, кімнің мектепте сабағы болды бір қадам алға деп жүргенде, ең соңына жететін жаңағы 10 адамның 1-2-3-і ғана. Сондай роликтер көп болды, снимать етілген. Мысалға, мен ойлаймын, бәріне бірдей шарт, жағдай жасалған жағдайдың өзінде де, оның ішінде де білікті мама болып шығатыны 1-2-3-і, ұстаз болып шығатындар 4-5-і, кәсіпкер болатындар да 5-6. Yani бәріне бірдей бір кәсіпкер немесе бірдей бір маман иесі болып шығуы да мүмкін емес болар. Ал бұған қандай жағдайда әсер етеді? Әрине, мектептің стандарт сабақтары бар. Бәріне бірдей елдің. Бірақ бұнымен қатар үйдің ішіндегі әке-шешенің беретін тәлім-тәрбиесі және оны тек қана үйретіп қана емес, өзі көрсете алса, әкесі де шешесі де, сон баланы қалай баулығанына байланысты, баланы да болашағы солай қалыптасады деп ойлаймын. Және мына жерде ең көп факторлардың бірі баланың өміріне, негізі бала емес, кез келген жасөспірім, ер азаматтардың, әйел адамдардың өміріне өзгертетін ол айналасында қоршаған орта деп білемін. Яғни ортаң қалай, кімдермен дос боласың, кімдермен бірге әңгіме айтасың, сол адамдарға қарап сен де солай бейімделесің деп мен соған сенемін. Өзіңізден айтсаңыз, сіз сұрақ қойдым, бірақ жалпылама айттыңыз да, орта дейміз, анамны. Бірақ өзіңізге, мысалға, неге сіздің айналаңыздағы барлығы сол шетелде жұмыс істемеді? Неге қазіргі деңгейде, мысалы, мен сіздің визиткаңызды алып, тіпті Америка құрама штатында компания ашып, одан бөлек Біріккен Араб Әмірлігінде ме? Сол жақта қор ашып, мысалға,
өзіңіздің дамуыңызға не себеп болды? Біріншіден бәрі менше бір сабақтан, мектептен басталады деп ойлаймын. Бәрі мектепке, қай мектепке түскеніңе байланысты. Бірінші сыныпқа сіз бардыңыз, қай мектепке бардыңыз? Сіз біз бірден биылға барған жоқ, жоқсыз. ол кәдімгі үйдің қасымыздағы мектепке бардық. қасындағы Оған бәрі барды, сол жерде тұрғандар бәрі барады. Иә. Ал егер осы жерден КТЛ сол кездегі, енді қазіргі белгі түсуінің себепкері, бізде 7-ші хабарымыз сыныптан болған бастап жоқ. қабылдайды. 8-ші сынып болды ол кезде, Иә. хабарымыз болған жоқ. Менің әкем, мысалға, ол да инженер, ол да көп оқыған. Әрдайым да газетті, журналды қарап отырады. Сол бір күні маған келіп айтып отыр, мына кесіп алған қағаздан, газеттен, мынандай бір не шығарып жатыр, мектепте ашылып жатыр екен, соған сен өтіп көрсейші деп. Ең бір ашылған Иә, кездер ғой. мысалы, мен сол арқылы мектепке кірдім. Мектептен ары қарата енді сабағымыз жақсы болды, оқыдық. Ар жағына университетке түстік. Ар жағына бір маман университетке түсуінің де өзі, мысалға, көп адамдар түсе алмады. Сіздің сол кездегі бір серпіліске, алға жылжуға тек қана сол бір әкенің хабарландыруы себеп болды ғой. Егер ол хабарландыру болмаса, басқаша болар ма еді деген, иә? Меніңше ойлаймын, кез келген адамның өміріне бір сәт әсер етеді. Міне мен соны айтқым келіп тұр, және сіздердің ауыздарыңыздан шығарғым келіп тұр негізінде. Ал ол, мысалға, тіпті бұны қуа берсек, ал әкемнің, мысалға, сондай деңгейде оқығаны, білімді болуы қалай болды? Ол да кішкентай кезінде белгілі бір себептен, бір оқиғаның әсерінен былай болып кетті деген сияқты. Менше солай ойлаймын. Ақманша ханым, дәл осы сұрақ сізге. Сіз де қарапайым мектеп бітірген шығарсыз ауылда? Иә, ауылда орта мектеп бітірдім. Бірақ енді бізде қазаққа бір жақсы мақал бар ғой, болар бала басынан бастап дегендей, мектепте де осындай өте белсенді болғам. Менде қазір Ерік мырзаның мектепке көп нәрсе байланысты дегеніне қосып алғым келіп тұр да. Иә, мектепке байланысты, бірақ дегенмен үйдегі ата-ананың рөлі ол 70-80% деп ойлаймын. Себебі ол үйдегі ата-ана егер баласының тұлғалық дамуына, оның болашағына алаңдайтын болса, ол баладан көп нәрсе күтуге болады. Мысалы, мен өзім анам педагог болды. Анам өзінің ақылымен бағытта, енді мен өзім өнерге жақын болдым, ән айттым, көшбасшы болдым. Бұзықта болдыңыз. Бұзықта болды, асаман болдым. Мен әкем айтатын, қыз болғанда қуанам моншақ деп айтты кезде біз күнде медицинада отыратын едік деп солай айтатын. Енді сол балалықтың барлығын үйдегі ата-ана бақылап, ақылын айтып отырғаны, ол ең маңызды. Үйдегі ата-ана ғой, енді ұшқанда не көрсең соны ілесің дегендей. Енді қазір өкінішке орай көбінде ата-аналар тәрбиеде, білімді де, баланың дамуында мектепке ысырып жататын көп болады. Соған кішкене біз қарнымыз ашып жатады. Біз тәрбиені берерміз, әртүрлі бағдарламалар шығарады, саяси адал азамат бағдарламасы тәрбие аясында білімді береміз, бірақ бұл үйдегідей болмайды. Үйдегідей тәрбиені біз сіңіре алмаймыз. Өйткені ол енді 45 минут уақытында ол физика пән мұғалімі тәрбие беріп отырама деген сөз емес, бірақ дегенмен де үйдегі тәрбиенің аты үйдегі тәрбие да. Сіздер жаңа айтып отырған, өзіңіз айтып отырсыз ғой, әкеңіз білімге құштар болды, әкеңіздің сол бір сөзінің арқасында дегендей. Ол да тегін дүние емес, текті туады деген бекер айтылмаған ғой. Мен де үйдегі ата-анамның тәрбиесі, содан кейін енді өзімнің мынау енді әр 5 саусақ бірдей емес дейді ғой. Мысалы, менде 3 ағайындымын, үшеуміз 3 түріміз, сіздерде де солай деп ойлаймын. Әр баланың өзінің бір қабілеті болады, әр нәрсеге. Біреу спортқа, біреу білімге, біреу көшбасшылыққа, біреу шығармашылыққа дегенде. Бірақ сол үйдегі ата-ана әр баланы өзінің 5 саусағындай біледі ғой, бірдей болмағанмен. Бірақ соны, сен Самат маған жақынсың, сен осы бағыттап, балам, сен спортқа икемсің. Бізде кейде ата-аналар оған келе ма, оның ыңғайы, қабілеті бар ма, жоқ па, жоқ, бәрі бастық болу керек, болмаса бәрі. Кеше ғана бір директормен шай деген сұхбат болды, сонда бір оқушым айтады, ана бала бүкіл оқулардан жүлделі орын алып жүрді, Абай оқу, Бейімбет оқу, Ілияс оқу. Айтады, енді сен журналист болатын шығарсың, немесе филолог болатын шығарсың деп ойлап жатыр ғой, енді өзі оны оқиды. Жоқ, мен ата-анам сен болашақ бастық боласың деп, мемлекеттік басқару деген оқуға түскелі жатырмын дейді да, көрдіңіз ба? Енді жаңа сен өзің жүрек қалауың ба бұл десем, негізі 50-50 деп қояды да.
Сондықтан бұл жерде ата-ананың рөлі өте маңызды. Баланы таниды, өйткені өзінің баласын бес саусақтай біледі. Ол біріншіден өзінің балаларын салыстырмау керек. Екіншіден сол баланың тұлға болып қалыптасуына, соның Құдай берген таланттарын ашуына ата-ана мен мектеп бірігу керек қой. Бұл енді менің ұраным ғой. Жұрт ағам. Иә. Серік мырза. Қазір жаңа кім әкесін айтты ғой Ерик, сол кезде мен де қазір есіме түсіп отырды, мен де қазір бүкіл нелерін бәрін ойлап шықтым, жаңа қай кезде болды деген сияқты. Менің мамам химбиолог мұғалім, және ол жаңа айтатын болды, жаңа сен прям пример болу керексің, мен не мұғаліммін, менің беделім түсірме деген сияқты. Бірақ ол бірінші. Енді әкеме келетін болсақ, ол маған айтатын болды, или сен 2 баға алу керексің, или 5, или 2. 4, 3 дейтін ол баға жоқ, сен ол или сен дайын Не оқы, не оқыма. Иә, не оқы, не оқыма. Сосын мен ол қатты болды, бірақ бір сөзі 6-шы класс есіме түсті. Сол кезде қазір қарап отырсақ есіне алар. Мысалы, ауланың сыртында қасында Айболат дейтін тоже жаңа нем бар, ағамыз бар, сол айтады да, көріп тұрсың ғой, біз қазір Талдыкөл дейтін ауылда совхоз болды жаңағыдай, айтады да, мына 70-80 жылдары мен ойладым дейді, жаңағыдай мектеп бітіргеннен кейін мен ана жерде совхозда жұмыс істейміз, короче, все нормально. Бірақ 90 жылдан кейін бәрі бұзылып кетті дейді, жаңағыдай. И менің жаңа өкінетінім, мен сол кезде өз оқуымды дұрыс жалғастыра алмай қалдым. Мен ойладым дейді, жаңа мен бітіріп білем, армияны бітірдім, шофер болып сол жерде біз кәдімгі жұмыс істейміз, жаңағы бізге бәрі дайын тұр деп ойладым дейді да. Ол дайын емес. Мен сенен қазірден бастап сұрайтыным осы, сен қазірден бастап өзінен оқи бер. То есть біздің менің жіберген қазір қателіктерімді жіберме деген жаңа не келгеннен кейін барып мен түсіндім да. А до этого мен тек қана баға үшін оқыдым, жаңағы 5 алмасам айтпасам ұрсады. Тек қана или сен 2 ал, или сен 5 ал деген сияқты. Кілең 5 болды, барлығы 5. Но бірақ ана сөз кәдімгідей адамды ойландырып тастайды жаңа. Ол кәдімгідей қолмен көрсетті. Көріп тұрсың базы ұран. Иә, совхоз ол жаңа. Қазір бар ма? Жоқ. Мен сол жұмыс істеймін деп ойладым дейді. Ал қазір ол жоқ. А мен үшін мына жерде отырмын деген сияқты. Жаңа сол мысалмен түсіндіргенде мен өте жақсы түсіндім жаңағыдай. Бірақ ол басынан бастап 4-ші, 5-ші класстар қатты ыссы болды. Күнделікті алады. 5 оған қызық емес, ол 4 іздейді ішінен әдейі. Осы 4 іздеп отырмын, сен неге 4 деген сияқты осы сұрақтар қоятын болды да. То есть сол жаңа, бірақ одан емес, жаңағы бір әңгімеден кейін қазіргі жаңа подсознание ішіне шығып жатыр дегенім осындай әңгіме. Күшті кәдімгі сұрақ қойдыңыз да. Серік, жаңа айттым ғой, досым деп, негізі білмейтін бәлесі жоқ. Бұнымен сәл сөйлессен, сәл 1 сағат, 2 сағаттан кейін басқа бір планетаға кетіп қалып, сол планетада бір қоқыс теріп жүресіз ба, сондай деңгейде ойланады негізі. Мен 3-4 ақ кездестік қой, бірақ 40 жыл танитын адам сияқты біртүрлі бір жақындасқан да. Себебі негізі бізде тақырып барлығымыздың сол бала, тұлға, Өсу, даму болғаннан кейін ба, барлығымызда мазалап жүрген сұрақ болғаннан кейін бірден енді маған Серік мырза мектепке келгенін айтайын, ең бірінші танысқанда келді да айтады, мен сізді сондай танимын, бірақ сізді бірден осылай қабылдайды деп ойламадым дейді да. Енді бізде ана әдет бар ғой, кішкене не қарайды, мен дедім, неге менің уақытым болды, келіңіз, енді сіз айтып тұрсыз, бір шаруамен, оқушыға пайда болатын шаруамен кетіп тұрмын дегеннен кейін енді бүкіл жұмысты тастап қойғым келеді ғой. Өзінің телефонмен таныстырды, сонда айтып жатыр ғой, қалай бірден біз түсіндіріп жатыр маған, осындай бұл деген керемет. Мен бір анау приложениені бір бұрыннан ойда жүрген нәрсе да, сондай керек еді деген сияқты дүниені алдыңа әкеліп тұрған кезде менде мынандай ой болды сәкен кеткеннен кейін. Қалай Құдай шебер. Яғни сен бір ойлап жүрген нәрсеге адам жолын ашып бәрін алып келе береді деген сияқты ой болды да кәдімгідей. Сосын одан кейін өзім звондап, сәке өткенде қайтадан тағы бір түсіндірші. Мектепте емес, басқа жат түсіндірші, мен үйде балаларыммен көрейінші деген сияқты. Біз қазір Серіктің ойлап тапқан приложениесіне келе жатырмыз жайлап, иә. Енді оғанға дейін тағы да бір маңызды мәселе бар, өтпелі кезең деген. Күні тағы да қараймын, сол бала жалындап тұрған бала кейін 7-ші, 8-ші сыныпқа келеді, мүлдем басқа жолға кетіп қалады. Немесе мүлдем мынау адам болмайды деген кезінен біз сондай бір буллингпен өстік қой. Енді қазір бар ма мектепте ондай нәрсе? Жоқ қой дейме қазір. Бізде, мен айтамын, біздің балалық шақтың бәрі травма болған. Мектепте де травма, үйде де травма, көшеде де травманы, бүкіл травманың бәрін көріп өскен сондай миллениал дейміз бе, қандай ұрпақ дейміз, иә, мысалға. Бірақ сол
кезеңде қарасаңыз да ол да бір маңызды нәрсе секілді енді. Әрине. Өйткені қазір енді Серіктің қызы, менің балаларым алды, иә, сол кезеңге жақындап жатыр. Ал енді сіздің балаларыңыз үлкендері ол кезеңнен өтті. Бәрімізде ондай кезең болды. Сол жайлы айтайықшы, енді орысша айтқанда переходной возраст дейміз. Соның қиындықтары және де сол кезеңде не істеу керек, сіздер қалай өттіңіз? Өйткені жаңа сіз танысып жатқан кезде айттыңыз, үлкен қызым Малайзияда оқып жатыр. Үлкен ұлым. Кешірім сұраймын. 18 жаста, иә, шетелде білім алып жатыр едіңіз. Оған да мүмкін әкенің бір ауыз сөз әсер етті ме, әлде бір мұғалім әсер етті ме дегендей де маған ой келіп отыр. Өтпелі кезең жайлы айтсақ. Сіздің өтпелі кезең және де балаларыңыздың өтпелі кезең. Негізі мен өтпелі кезең айтпасақ қой. Ол кезде 90-шы жылдар кішкене қиын болып кетті да. Біз неден өткенімізді білмей қалдық ол кезде. Ал менің ойлаймын, мына негізі мынандай не бар ғой, мына бизнес өмірінде де бір методика бар ғой, компанияның басталуы деген сияқты, оның өсуі деген сияқты, шарықтау кезі және оның құлдырауы бар. Ол кез келген компанияның басынан өтеді. Және осыны көрген үлкен ғұламалар, профессор, доктор әртүрлі университеттерінен управление туралы, енді басқарма туралы методика ойлап табады. Оның бір несі үлкен бір маркетингтің әкесі деп айтады, Филипп Котлердің жазғаны бар. Әр бір кәсіптің ұстап тұру үшін continuous improvement дейді, яғни орысша айтқанда постоянство, әрдайымда бір не үздіксіз дамуы болу керек компания, үздіксіз болу керек. Және ол яғни бір компания жайлап саябырсыған кезде даму емес, үздіксіз компания болу керек. Аз-аздан, дұрыс еді. Мысалы, сондықтан қазір жаңа сіз айтып кеттіңіз, әр ата-ана өзінің баласының тұлға болып қалыптасуына кәдімгідей қалайды. Ол неге әсер етеді? Неге біз соншама баланың бір әртүрлі жерге береміз ғой қазір? Кружоктар, бокстен аламыз, суға саламыз, судан аламыз, тенниске саламыз, шахматқа жібереміз, ортасында. Бәрін жіберіп. Ол қазақ аудиториясында сондай көбінесе. Неге қазір ол қатты дамып кетті? Менше ойлаймын, бұл да бір өмірдің несі деп ойлаймын, бір кезеңі. Себебі біздер университет бітіріп келген жылдары, 2000 жылдарда конкурентоспособность дейтін бір термин бар ғой, яғни сен бәсекелестік қабілет. Біздің сол кезде бәсекелестік қабілетіміз ағылшынша білуіміз ғана болды. Яғни сен ағылшынша білсең болды, жұмысқа алынасың. 2000 жылдардың басы жаңа көтеріліп келатыр. Атырау өңірі мұнай айналасында кілең американецтер кімді алады, оқу керек, ағылшынша білсең болды. Ал қазір арадан 25-30 жыл өтті. Қазіргі бәсекелестік қазір екінің бірі ағылшынша біледі. Ағылшынмен таңғалдыра алмайсыз. Ол жеткіліксіз, тағы емес. 100-ден бірінші он бәрі 100. Сен тағы не істей аласың? Көрдіңіз бе? Сондықтан баланың болашағын ойлаған әрбір ата-ана болашақта бұл бала бітіргенде негізі бәсекелестік өте бір не айтылмайды ғой бұл тема. Жұмысқа тұруды қазір ешкім ойламайтын ба, бірақ ішкі сезім баласының адам болып кетуін қалайды. Қалай адам болады? Бәсекелестігі жоғары болса. Сондықтан мен бұны кружоктарға беремін, бәрін жан-жақты дамытуға тырысамын. Ал мысалы Серіктің жаңағы айтып отырған жүктемесі бар сум дейтін. Бұл осындай баланың тұлға ретінде дамуына жасалған қадамдардың бірі. Менше солай көремін мен бұны. Себебі ол ертең конкурентоспособный бәсеке төтеп бере алатын бала болу керек. Ал егер жаңа сіздің сұрағыңыз келек, переходной возраст өтпелі кезеңде балалар кейбір выгорание болады, яғни сөніп қалады, өшіп қалады. Сондықтан ата-ананың басты мақсаты балаға бірдеңе бердің, маған өзің біл, осы өтіп шығады деп емес, әрдайым да оны қолдап, қасында болып, мына қызығушылығын өшірмеу керек. Кез келген нәрсеге мақсат қоя білу керек. Мен үлкен ұлым Ясин мысалға, ол енді лицейде оқығанда кішкене технический технар болып, біз бәріміз ойладық, физикасы, математика мықты болғаннан кейін соған барады деп ойладық. Бірақ соңғы 8, 9, 10 класстан бастап ол бізбен бірге көптеген саяхаттады. Машинамен, көлікпен саяхаттайтын едік. Сол кезде ол дронменен, видеокамерамен фото алысып жүрді біздің. YouTube каналымызға салды, біздің подкаст нежім жасады, каналымызды видео. Соған қолы машықтана, соңғы классқа келгенде, папа, мен осы съемка жағына, видео жағына қызығушылық, кинорежиссері болғым келеді деп, креативный индустрияға барғым келеді деді.
мен жарайды дедім. Яғни мен қарсылық білдірген жоқпыз ешкімде, себебі Өзінің таңдауы. таңдауы болсыншы, ертең Дұрыс. артынан бір өкінбесінші. Қазір біз оны аламыз, оны саламыз бір экономистке или инженерлікке, ол одан бітіріп шығады. Көптеген адам бар деп ойлаймын. Мүмкін сіздердің айналаңызда адамдар бар ғой, дипломын ата-анасына әкеліп беріп Бар. Иә. Екінші мамандық, үшінші сондай мамандық оқып адамдардың жатқан қатарын адамдар бар. көбейтпейік деп. мен сізді екі қолдап қолдаймын. Өйткені ата-аналар кейде байқайсыздар ма, ата-аналар өзінің орындалмаған арманын баласынан алғысы келіп жатыр. Иә, бір екі-үш мамандық бар сияқты. Дәрігер боласың, мұғалім, полиция боласың деген. Одан да көп Талай зардап шеккен мүмкіндіктері бар ғой, иә. мамандықтар ғой. Иә. Ақмонша ханым, жаңа балалардың өтпелі кезең. Енді сіз нағыз сол ортада қайнап пісіп жүрсіз. Біріншіден. Ауыр тақырып. Екіншіден, сіздің ұлыңыз да, қызыңыз да ол кезеңнен өтті. Иә. Өтпелі кезең деген енді барлығымыз өттік қой. Біз жаңағы өтпелі кезең уақытында қыз балалардың енді ұл балалардың да физикалық тұрғыдан өзгерісі, комплекстары, психологиялық тұрғыдан үлкен бір жан-жағын бәріне ол сәтте мән бермеуге болмайды. Қазіргі балаларға мынау альфа зумер дейміз, оларға тіптен мән беру керек. Себебі енді өкінішке орай осы өтпелі кезеңде қазір енді біз мынау жаман бір термин бар ғой, көш бастап тұрған, иә, толастам, сондай өкінішке орай сондай нәрселер бар. Бір сәтті айтқым келіп тұр, бірақ енді оны айтпасам да болмайды, айтсаң да болмайды дейтін жағдайлар көп болып тұрады мектепте. Мысалы осы өтпелі кезеңде бір сыныптасын жақсы көріп қалуы мүмкін. Сосын ол категорически сабақты қойып кетеді деген сияқты. Я болмаса ол сабақ былай тұрсын, мен ол қыз маған жауап қайтармаса, мен жаңағы жаман нәрсеге барам деген Тіпті өмірім сонымен болды тоқтады дейтін жағдайлар болып тұрады. Кәдімгідей мен өзім былай енді біз қазір енді өсіп кеткеннен кейін бір бала махаббат күліп жағдай қараймыз ғой, бірақ Жеңіл қараймыз. жеңіл қараймыз, бірақ оны ата-аналар жеңіл қарамау керек. Өтпелі кезең, енді мен өзім психолог ретінде де айтамын, бұл нағыз дабыл қағатын кезең. Бұл кезеңде тағы да ата-аналар барынша сол периодтан өтуге үлкен көмектесу керек балаға. Өйткені ол жаңа айтып тұрмын ғой, бала физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да, жалпы моральдық тұрғыдан да бір келесі есею кезеңіне өтіп жатқан уақытта, бұл бізде қандай психология? Мысалы мен өзім жолдасымда, бәріміз де өттік қой, біздің бұл кезеңнен, бәріміз де ғашық болдық деген сияқты, бұлардікі не деген сияқты түсінбейді да. Енді ол қай заманда да мына поколение түсінбей өтеді ғой. Енді біздің кезімізде де ата-анамыз айтатын еді ғой, сол сияқты қазірде. Біз айтып жүрміз сол әңгімені. Біз өзіміздің балаларымызға айтып жүрміз. Не қылған махаббат, бұлардікі бітпейтін деген сияқты. Енді мен ұлым да қызым да осы өтпелі кезеңнен өтті. Қазір енді 16-да, 14-те жаңағыдай бір жұмсасаң бір нәрсеге, қазіргі альфалардың енді ақша ғой, есілдерді ақша, таң қаласың. Кешеде бізде мектепте мынандай кітап оқу жарысы болып жатыр да, сосын апайда демеуші керек, сондай жарыс не береміз дейді. Енді бізде демеушілер бар, мектепте үнемі болып тұратын. Кітап берейік, я болмаса бір сертификат берейік, жаңағы кітап дүкенінің, я бір ойыншық дүкенінің десем, ақша берейік. Ақша, балаға ақша берген енді бір бізде тағы да андай психология бар ғой, баланы ақша беріп үйретпеу керек. Мен өзім ата-анам айтып отыратын нәрсе бар да, сендер балаға ақша беріп үйретесіңдер деп. Анам айта береді, ақша берген қалай болар десем, апай, егер осы мынау 50 бала оқығанда, бір кітапты 50 бала оқыған бір айда, келіскенбіз басында, жақсы сыйлық болады деп. Қазір егер сіз ақша берсеңіз, қалған ар жақта 2000 бала қарап отыр. Келесі неге кітапқа оқуға деп сөйтіп ақша беретін болып шешіп, демеуші өзім ғой енді. Сол сияқты қазір балалардың өзгеше да. Оларға мотивация көбірек беру керек секілді қазіргі балаларға. Сосын мақтай беру керек секілді көрінеді кейде, бір мақтап қана жұмыс істетсең, істейді. Ал енді ана бір ұрсып берсең, бітті, дүниені төңкере салатын сияқты көрінеді. Бәрін тастайды да, олар Құдай сақтасын бет аулап. Мен айтып отырмын ғой, Сәкең маған келген кезде айтып жатқанда жаңағы приложение туралы енді айта кетуіміз керек. Бұл жерде бұл кісілер енді мына жерде мысалы мынандай іс бересің, соны орындаса оған жаңағы ақша бонус ретінде бересің дейді. Мен айтамын, мынау деген қазіргі ұрпаққа керек нәрсе ғой.
Иә. Мысалы бұл приложениенің маған бір қатты ұнаған жері, бұл менің де басында бар. Біз өзіміздің балалар жасауға уақыт жоқ. Оны мен өзім мойындаймын. Кейде кішкентай қызым қызғанып қалады, ана бөтен балалар құшақтап жүре бер сол деп ше, кәдімгідей сондай айтады, енді инстаграмда көреді. Маған ұнаған жері мынау, үйдегі ата ана мен баланың арасындағы қарым қатынасты онлайн болса да нығайтып бастайды да. Ең болмаса мен жұмыста отырып тапсырма беру арқылы баламмен уже тілдесек. Иә. Сол нәрсенің өзі ұнап. Енді қазір бір спойлер болып жасап сияқты болып жатыр. Жоқ, біз жайлап келе жатырмыз. Негізі бұл сұхбатта бізде ешқандай не жоқ, сценарий жоқ, қағаз жоқ, байқасаңыздар, иә, сұрақтар да жазылған жоқ. Біз төртеуміз келдік те не айтамыз деп, бірақ күшті әңгіме айтып отырған секілдіміз. Ерік мырза мүлдем Алматыдан ба, сіз Атыраудан ұшып келді мысалға. Жалпы енді жайлап сол приложение жайлы айтуға келе жатырмыз ғой. Енді Серік өзі, ол айттым ғой жаңа, 1-2 сағат сөйлессеңіздер басқа планета, миы білем мен оны, иә, миы анандай бір қайнап бір нәрсе сөйтіп жүреді. Әр кездескен кезде әртүрлі нәрсені айтады. Ол сол кезде осы бір ойындағы несін айтты маған, приложение. Онда кейін атын мен қоюға үлес қостым, себебі ат қойғанға жақсымын деп па. Қазір ол не үшін қойғанымды да айтамын мен. Одан кейін Серікке айтамын да, мен көп бірден алып келгенде енді өзі 46 бет. Иә, түсіндіру үшін да. Енді мен ананы битем де, Серік айтқаннан гөрі жасау керек қой деймін де, болды, бір сөз айтам, болды, жасау керек деген секілді. Енді ол білесіздер, қазір мына заманда жасау керек дегеннен бөлек, ол сен идея болғанымен, ары қарай көп нәрсе қаржыға келіп тіреледі, енді сөзін ашығы. Мен айтам, өте жақсы нәрсе. Давай сен бастай бер, мынаны істей берейік, сөз арасында, жол арасында көреміз қалай болатынын деп. Ал енді Серік сол айта бер, енді идея, ол Серік келді, ойбай, мен бұл нәрсе 2015-тен бері ойлаған едім деп. Келгенде сөйтіп айтады, болған негізі 5-6 жыл. Мен айтамын, сәке, сіз не күтіп жүрсіз? Мысалы, мен де ол миында қайнап жата берген ғой. Мен ондай емеспін, айттым, істеу керек бол. Бүгін ертең істеліп кету керек мен үшін. Пианистер идеал болғанды күтіп жүр екен. Мен айтамын, наоборот, халыққа бұл кісіде синдром отличника басым негізі. Ол да білмеймін, мен жоқ, негізі синдром отличника, оның плюсы де минусы да бар. Плюсы де минусы бар да. Мысалы, сен қатты білетін болсаң, сен уже заранее соңғы уже нүктесін көріп тұрасың, қандай қиындықтар бар екенін білесің, уже мына провал көресің деп, все, мен уже қорқып қаласың. А сен ондай білім қатты жоқ болса да, мысалы, и баса бересің да, и по ходу көресің жаңағыдай. Менде провалды халықпен көру деген түсінік бар да. Иә, көппен көрген ұлы той деп жүреміз екенбіз. Балалар енді келеді. Біздің балалар енді келе жатыр да, мысалға, біз кішкентай бала дүниеге келгенде біз айтамыз да, сен даже ана боқтап жүрсе де, мә күшті екен деп ана жаңағыдай оценка береміз, жаңа айтты ғой, мақтау керек любойдан. Бірақ күні уже сағат 9-ға келеді, 10-ға келгеннен кейін біз ана оценкалар азайтып бастаймыз. Ол как само собой разумеется сияқты осындай. И ол анау негізі адам күніне 5-6 оценка алып тұру керек. Мысалы, сіз тамақ пісірдіңіз ба, сіз айту керек күйеуіңіз жаңағы, мен мынау күшті пісірдіңіз деген сияқты. Біз де қазір жейміз де кете береміз жаңағыдай. 3 мен қалып қояды деген сияқты. И каждый адам 5-6 күніне алып отыр. Ол как лудомания сияқты. И сол кішкентай кезінде алып білген бала, сіз уже ата-ана ретінде айтпай қалдыңыз ба, даладан, ортадан барады да, ана бір ортамен жүреді, топпен жүреді де, бірдеме сындырады, айтады, мен аяғым күшті екен, мощный екен, короче. Олар тағы бірдеме сындырады. То есть сол үйде алып келе жатыр, алмай қалған оценкалерді сол жақтан алады да. Яғни ата-ана көбірек балаға сол жаңа айтқан мотивация, яғни сенімін де білдіру керек. Саған сенем, қолымнан келеді, жасай аласың деген. Шетелде мысалы біздің достарымыз оқиды ғой жаңағыдай, сосын жаңағы садиктерге барады, мектептерге балалар да, соны ана мұғалімдері кішкентай бір нәрсе бүйтіп дұрыс емес айтса да дұрыс айтты деп айтады дейді, молодец, ты старался. Бізде сен дұрыс емес айтып көрші, короче, мысалға синдром отличникада бізде қалай пайда болды жаңағыдай. Сен обязательно қате жасаудан қорқасың, ғана сен дұрыс айту керексің, или дұрыс емес дейтін не жоқ жаңағыдай, сен провал. Қателіктен сабақ алады адам негізі. А бұларда қалай, сен хотя бы сен тұрғыздың, айттың, қате емес болса да, мә хорошая мысль. Ниетің дұрыс. Ниет. Самое главное, бірдеме деп жаңағыдай. Сол ғой, Серік 46 бетін алып келген кезде мен айттым да Серікке, сенем саған. 46 бет жазып алып келді негізі. Сенем, мен саған істейікші дедім де. Сосын оның несі 2015 жылдан бері біз Атыраудан жаңағыдай жұрттарға жаңағыдай не болайық дедік, премьер болайық деп, ана Атырау Атлетикс дейтін клубта құрдық, оқырман дейтін кітап оқитын. Біз айттық та,
окей айта бергенше өзіміз көрсетейік деген сияқты жаңағыдай. Сосын менде андай понятие бар, өзің не істейсің, сосын балдарың соны ертең жасайды деген сияқты. Айна. Бірақ енді қара, айна дейік та. Бірақ енді мен балам уже қызым 4-те оқиды, осындай күніне мен кітап оқитынын көреді, жүгіріп жүргенімді көреді. Олар бәрі біледі кітап оқу керек екенін, жүгіру жоқ, бірақ мен телефонға жеңіліп қалып отырмын. Мысалы сен қанша жерден айна бол, бірақ сен телефонға жеңіліп қалып оны мойындау керек та. Сосын біз 2 жыл бұрын кім Дәулет мен айтып жүр, бір мектепке барайық жаңағыдай. Ана балалармен күшті бір сұхбат бар, 8, 9, 10 класстарға біз жаңа өз елімізде берейік, сен де жүр деген. Барлық сауат, өз не білесің деген сияқты. Сол бізде Атырауда оқырман дейтін клубқа біз кезінде Ерек айтты, сен бір субботаға тайм менеджмент бойынша жаңа сабақ не алып кел, жаңағы сабақ алып кел, дайындап кел, презентация алып кел дейді жаңағыдай. Сол презентацияның алдында балаларға арнап жасадым жаңағыдай. Біз бардық, сосын кейбір балаларды жаңағыдай итеріп әкеліп қойған бүйтіп, бірақ сөйлегеннен кейін Дәулет сөйледік, ана балалардың оянғанын көрдім да, көзден жанғандарын, кәдімгідей, то есть біздің айтқандарымыз өтті аналарға. Мен айтамын да, мысалға біз Абайдың мектебіне бардық, сосын интернатқа бардық, анан балдарын көре отырып біз айтамыз да, мысалға сіз сияқтылар, біз сияқтылар аз ғой, мысалға біз қаншама ауылдарда мектептер бар, қаншама мысалға отбасына бар, біз олардың бәріне барып айта алмаймыз ғой мындай темаларды қалай өсу керек екенін. Сосын жаңағы не ғой, бір лампочка жанады, сосын біз телефон арқылы барламыз үйлерге. Ақыр телефон қолдарында дейсіз ғой. Каждый үйге телефон арқылы барламыз. Енді қалай? Мен жалпы Каспийде жұмыс жасаймын, Каспий KZ компаниясында 18 жылдан бері. Әртүрлі бір жүйені целиком көре аламын бүйтіп жаңағыдай, былай 3D дейді ғой жаңағыдай. Сосын көрдім де, мынаны болады екен жасауға. Сосын алдымда ана поток деп аталады жаңағыдай. Сен потокқа кіріп кетеміз. Bir күннің ішінде 46 бет жаңа не жаздым. Жаңа қалай болу керек екен, не болу керек екен, ішінде қалай оқыту керек екен. Алдында 3 адамға жібердім. Көрсеттім менің әйеліме, сосын Дәулетке, сосын Ерек мырзаға жібердім ғой жаңағыдай. 3 адамға. Кешке қарай сағат 9:30-да Дәулет айтты, кеттік жүр шай ішіп келейік деген. Түннің ішінде сағат 9:30-да келдік, шай іштік, сосын мен алып бардым. Өзімше мынаны қарағанда жоқ жаңа, сосын түсіндірдік, сосын көрсеттік жаңа осылай деген. Содан басталып кетті. Бұл 1,5 жыл бұрын басталды жаңа. Ол кезде AI дейтін не жоқ, но бірақ біз айттық, ішінде AI болады, осындай болады. Біз жаңағы 4 не бойынша өсіру керекпіз деген сияқты болып. Мен ана балдардан алған энергиямен жаңағыдай не істеп келе отырмын, жаңағыдай құштарланып келе отырмын да. Сосын мектепке бардық дедік қой, енді мен осы жерде тағы бір синдром отличника Серіктің несіне неткім келеді. Бізде презентация бірде бар, бірде жоқ. Енді мен ондайға көп мән бермеймін. Тіпті презентация болса PowerPoint қой бізге бұрынғы мектептегіне де қалып келген. Ал енді Серіктің презентациясы көрсең, анау баса бүйтіп айналып жатады, бір нәрсе бүйтіп шығып жатады, кәдімгідей сондай немен жасайды ғой, бір арнайы бағдарламалары бар да, өте сондай неге тыңғылықты дайындалады. Сонда балалардың соның ішінде тұлға тану бойынша бір 4 деңгейі бар да. Содан мен айтамын да, осыдан бір нәрсе шығарып бірдеңе көрейікші деген кезде осы қосымшаның идеясы негізі осыдан басталды. Содан Серік айтады, қандай ат қоямыз деп, жаңа аттан шықты ғой. Мен айтам, мен ана бір немде қалып қалған, бұрын бала кезде Назарбаев атам телевизордан сөйлеп жатқан кезде 2030 Қазақстан барысшылы, Азия барысы болады. Соны ойладым, ол барысқа кішкене әлі алыс сияқтымыз дедім де, бірақ әр адам өзін барыс жасай алады ғой. Барыс сияқты, барыс мінез дегенде қазір түрлі анау Инстаграм, тиктоктарда бар ғой, хэштегтер, спортпен айналысып жатады. Міне сол нәрсені неге біз өзіміз адам сондай бір тәуелсіз, мықты, солай өспеске деп, соның атын барыс, мен айтамын да, барыс деп қоя салмай, кішкене ойнатайық атауын. Содан Барсум пайда болды. Ол жаңағы деген нем, Италия дейтін негізі ана кино бар, Джон Картердің жаңа Барсум дейтін, Марс дейтін планета ғой. Айттым ғой, Марсқа барамыз қазір. Тоқтаңыздар, қазір біз міне 1 сағатта жоқтады ғой, қазір 2-ші сағатта біз Марста қоқыс жинай бастаймыз, аппараттар ұша бастайды Серікпен сөйлессек. Бар дейтін жаңа 8 деген цифр, сосын жаңа Барсум дейтін планета, то есть 8 планета аталады. Менде өзім туған күнім 08-08-88 қазір. 8-дер жинау. Нумерология Барсум дейді ұнатты, сосын айтылғанда да, енді барс, жаңа барсик дейтін кішкене не болып қалады, не болып қалады ма деп деді. Барсум деп айтқанда да, ертең басқа шетелге шығып жатса да, қайда істелді дегенде барс Қазақстанның символы жаңағы.
күшті Осыны- керемет екен. осыны мен айтамын да салайық. Бізде анау кезінде мен Дәулеттен мобильді қосымшасы, одан кейін ақыл батыл қосымшаларын жасаған Айболат бар біздің командада, Айболат Құлатай деген өте мықты IT маманы, Қазақстандағы ең топ Иә. қосымшаларды жасап жүрген. Мен айтамын да, давай сонымен коллаборация жасайық, бағасын білейік, қандай енді жаңа айтқандай ғой, содан білдік, мынандай бір сумма алып келеді, соны біз бүйтеміз, басымызды ұстап, мен айтам, кімге Серіккенді, мен бұрынғыдай блогер емес, қазір мемлекеттік депутат болғаннан кейін бір айлық 780 мың теңге деп десең, жарайды, ол әзіл ғой. Сөйтем де, бірақ біз не табайық та, бір демеуші ма, мүмкін бізді қолдайтын адам болады ғой, бұл өйткені керек, бұл қазаққа керек, ұлтқа керек, балаға керек, ата-анаға керек, қандай күш нәрсе екенін мен шыны керек көріп тұрмын, анау көз алдыма елестетіп, жаңағы интуициялық тұрғыдан, иә, түйсік тұрғысынан. Содан кейін бір айтып, Ерік ағаны айтып жүрді. Ерік мырзаны, иә. Көндірдік. Енді маған бір сұрақ келіп тұрды, сіз қалай көндіңіз енді? Енді сіз өзіңіз инвестор болғаннан кейін мен білем, инвестор, меценат дегендерге ойбай көмек сұрайтын, күніне мүмкін 100 хат келіп жатады, иә, көшеде, может, танитыннан әлеуметтік желіде сізге жазып жатады да. Бірақ соның ішінде неге Барсумға сіз бет бұрдыңыз? Маған да сол қызық та енді. Бұл Барсум негізі біздің инвестиция саласында екінші стартап. Бірінші бұдан бір 3 жыл бұрын Trustme дейтін компания салғанбыз. Яғни оның да бір жетекшісі, ол бастаған адам, 10 минут қана сөйлестік телефонменен. 10 минутта ол мен тіпті дұрыс түсінген жоқпын негізі не екенін ана проекттің, бірақ ана адамның сөзі жанып ұшып, мені телефоннан ана адам сендірді, білмеймін, бірдеңеге сендім айтып, бірақ адамға сендім. Сол сияқты Серік бастады. Серікті мен 2014-15-тен бірге білеміз. Және бұның өзінің бір фишкасы бар дейді ғой, жаңағыдай. Бұл балаларға, жаңағы біз әрдайымда телефонға жеңіп қалып жатырмыз. Ата-ана бәрі ол телефонды алып кетеді. Ал телефонның ішінде әртүрлі зат бар. Оның дұрысы бар, дұрыс емесі бар. Жаңағыда айтып жатырмыз, әртүрлі өтпелі кезеңдер өтеді. Өтпелі кезең болмаған өзінде де кейбір балалар ештеңе жасамайды мысалы. Менше жүктемесін приложение көргенде ол мына күшті, себебі баланы қолын бос қоймауымыз керекпіз. Біз ешқашан да баланың қолын бос қоймауымыз керек. Себебі бос бала ол ойы сан-саққа кетеді. Анауны қарайды, мынаны қарайды. Абай айтады ғой осы орайда, иә, жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын дейді. Қазіргі біздің балалық шағымыздың бәрі 90-шы жылдармен жаңа айттық қой енді. Сондаймен өтті. Мен ол сіздердің үйлеріңізде болды деп ойлаймын. Бәріміздің тек дастарханда нан, шай, қант болды. Арасында бір конфет, банан болмаса колбаса көрсек, біз ойлайтын, біз бұл күнде бір туған күн ба, бір мереке болып жатыр ма деген сондай ой болатын бәрімізде. Қазіргі балаларда бәрі бар. Оларды таң қалдыру да өте қиын. Дастарханда Аллаға шүкір, сол колбаса ма, конфет па, печенье ма, қазір таңдап жейді ол балалар мысалы. Қазір ғана пирамида Маслоудың үстелінде тұр ғой олар. Бізге жаңа защита керек болды. Мысалға, ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынасты орташа есептесек, мысалы ата-ана жұмыста болуы мүмкін. Көп ата-ана, жас ата-ана болсын, бала үйде түсіп сабақтан келді, кешке дейін ол не істейді? Үй тапсырмасын орындай көрек. Бірінші енді бәріміз білеміз, ол үй тапсырмасын 15-20 минутта орындап тастайды. Қалған 5-6 сағат не істейді кешке дейін. Ата-ана үшін бұл бала күймесе, жанбаса, аяғын сындырмаса жеткілікті. Көбінесе кешке дейін келеміз ғой, үйде болсын деп кетеміз. Сол кезде бұл баланың қолы бос, алдында интернет, бүткіл әлем алдында істегенін қалайды, қалағанын қалайды. Бізде тіпті родительский контроль дейді, оны да қоймаймыз ғой көбінесе ата-аналар, полный доступ беріп қоямыз ютубқа, қайда болса. Сондықтан мына Серіктің жаңағы идеясын әкелген кезде мен дедім, мына жерде кешке дейін тапсырма бар, және ол тапсырманы орындаған кезде балалар одан мотивация алады, ынталанады, одан да көбін жасауға тырысады, бонус алады, және бұл дейтін болашақта бұл кіші тапсырма болуы мүмкін, яғни бір 5 бет кітап оқы, бір 2-3 приседания жаса деген сияқты. Бірақ бұл баланың ой санасы өсе келе, бұған берілетін жүктемелер, жауапкершілікте ол да өсе береді. Үздіксіз аздап даму деген дүние ғой. Әдеттер дейтін кітап бар ғой сол сияқты. Бірақ ең маңыздысы бала жалықтырмау керекпіз.
және бір оның бір бұны жасағанда мен алатын бір нем болу керек, бір жүлдем иә жүлде болу керек. сыйақы, иә. Сыйақы сияқты. Бұл және үлкен бір проекттер жасап кетуі мүмкін бала. Енді мысалға 16-15-тегі балаға кейбір тапсырма берудің өзі де біртүрлі болуы мүмкін да. Ол енді үлкен жігіт немесе қыз бала деген сияқты. Бұлардың ойлары мысалы келесі университетке қалай түсем. Ал университетке түскен кезде мен үлкен проектпен баруым керекпін университетке, қабылдау комиссиясына деген сияқты. Кейбір университет солай алады да, тек қана оценкаға қарамайды, бағаға. Былай қоғамға қандай пайда тигіздің, қандай іс-әрекеттер жасадың, клуб құрдың ба, тазалық жасадың ба, қарттарға көмектестің ба деген сияқты. Сондай бір проекттерді де қосуға болады. Тіпті адам баласы 25-35-дің арасында да өзін таба алмайды. Өзін таба алмайтын адамдар әлі жүр. Жаңағы Серік айтқан потокпен жүрмін, әйтеуір бір жұмысым бар, әйтеуір келем деген сияқты. Қазақ бір сөзбен айтады ғой, 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамала алмайды. Бұны көп адам бір билікпен байланыстырады. Негізі олай емес. Бұл сол өз орныңды табу, өзінің миссияңды табу. Сосын кейбіреулер адам дейді, маған орта керек дейді, мен бір қамшылап жүретін адам керек дейді. Осы сөзіңізде, иә, коучты іздейді, ментор іздейді. Бір тредсте жаздым, тұлға даму ортасын ашсақ қалай болады деп, ол сол рекке шығып кеткен, білмеймін қанша адам жазған, соны елдің бәрі әлі күтіп жүр. Енді мен біз кейде бар ғой, Ақмоншақ екеуміз қиялдап бір нәрсені жаза саламыз, соны күтетін адамдар көп. Енді мүмкін ол да көшбасшылық пікір ме, анау жаңа есіме түскенде бойдақтардың несін жасаймыз дедік қой, танысу бұрышы ма, алаңы ма, жай әзілдей салғам. Енді сіз айтып едіңіз ғой, ол былай әзіл болғанмен шынды. Енді ол да, иә, ол әлеуметтік мәселе енді міне. Бірақ енді оны да уақыт жоқ қой мәселе, көрдіңіздер ма? Бірақ соның барлығын үйлестірсек, мүмкін оны да Барсумға сап қоямыз. Өйткені біз Барсумның қосымшасын біз ата-ана, жаңа бала, даму, үш таған деп жатырмыз да. Ал енді бойдақтарға не бере алады? Басы бостарға, баласы жоқтарға. Қабылдау негізі ең басында, негізі бұл даже балдарға деп арналғанда жоқ. Бұл ең басында негізі идеямды барлығына деп алдық. Иә, барлығына деп алдық та. Бірақ жаңа кімді айтты? Кім деген достарымыз бар жаңа Айболат Құлатай дейтін бар, жаңа айтқан, ол айтты, сен бір сегмент алу керек жаңағыдай. Барлығы деген ол ешкімге деген сөз емес. Аудитория бір целевой болу керек мақсат дейді. Онда біз ол давай балдардан бастайық, Артур. Оларды кішкене әміріміз жүреді ғой әйтеуір. Әміріміз жүреді, жаңа сосын оларды гибкеу, жаңағы губка сияқты. Сосын результатты да көре аласың да. Үш жақтан береді да, жаңа задание EI береді, жаңа төрттің жаңа направление, сосын ата-ана береді, сосын барып клуб экспертов. Мысалы айтып отыр ғой, жаңа бізге деген не керек деп. Мысалы, например, дәулеттен алады да, мысалы 30 күндік қаржылық сауаттылық бойынша челлендж. Вот маған ол барады, например. Мысалға Эрик мырза, мысалы инвестиция бойынша осындай бір 60 күндік челлендж деген сияқты. Сол қатыссам, мысалға менде тек қана балаға емес, мысалы мен өзім де өсем дегенім, ол тек қана ата-анаға да емес, ол даже кез келген ертең өзін таба алмай жүргендер, мысалы көп өскім келеді дейді. А өсу дейтін не ол? Короче, ол өсу деген сөз, сіз мысалға өзіңізді өзгерту үшін сен өзін табу керексің. Сен өзің кішкене әдеттерден тұрады да, бір әдетті алып, орнына басқа әдетті қою ғой жаңағыда. Бірақ енді қандай әдет қоямыз дегенде, вот вопросқа жаңағы не пайда болады да. Бұл жерде ше тағы да мынандай нәрсе бар да. Біз қазір бәріміз мына жерде ақылды болып отырған, мысалы менің өзімде қол тимей істеуім керек еді деп жүрген әдеттерім көп та, рас қой. Мысалға жаңағы спортың бар, кітап оқуының өзіне мысалға қол тимей жататын кездер өте көп болады. Таңнан кешке дейін жұмыста болғаннан кейін мысалы әйел азамат ретінде мен үйге келем, тамақ жасаймын, балаларды сабағына қараймын, телефон болып кетеді, арасында анау болып кетеді, мынау болып кетеді. Кәдімгідей физикалық тұрғыдан кітап үйіліп тұрған кітап көп. Күніне осынша кітап оқу керек деген сияқты. Егер осы приложение арқылы елмен бірге жаңағы мысалы қосылып челленджбен бірге эстафета, мен оқып болдым мына кітапты, ал сендерге тапсырма бердім, сендер оқыңдар емес, бірге даму, бірге. Мысалы мен осылай күніне 10 000 қадам жүргім келіп тұр, бірге жүріп бастайық. Ол жерде мынандай үстінен тапсырма сияқты қарауға болмайды да негізі. Бірге жасаймыз, бірге өсейік, бірге дамиық. Тағы да сосын жаңа жүгіру дегенде мұрнынан ғана жүгіру емес, жаңағыдай жаймен деген сияқты. Мысалы кітап бәрін бір күнде оқып сала алмайсыз. Ол да сол ғой. Мысалы сен мидың жұмысы негізі сіздің энергияңызды сақтау негізі. Сен любой бір өзіңізге до этого жасамаған нені жасасаңыз, сізді ұйықтатады, короче. Мынау бізге керек емес, давай сотовый қарайық дейді. Сіз уже бір бет алдыңыз, екінші бет, үшінші беттен кейін мына миыңыз сізде мынау қоймайды екен, короче. Ал кітапты аяқты оқиық деген сияқты. Сіз өзіңізбен күресесіз, миыңызбен күресесіз. Ең басты мидың несі сіздің энергияңызды максимально сақтау.
Одан кейін қазір андай түрлі қосымша көп қой, әртүрлі бағытта да. Серікке де мен айтамын да, осы кейбір нәрселерді бірге бәрін қосып біріктіріп, соның ішіне чат GPT бар, кейін тағы бір ана қосымшаға кірем деп маған бір идея келеді, ана тугиске баланы қойғанша соған қойып қойсам, менде балам қай жақта Қай жерде жүргенін екенін, көре иә, алатындай. болады. Көрдіңіз бе, ол алдағы уақытта Ата обновление деген деп. тақырыпты қойсаңыз мысалы да мен осы кеше Мастер-класс көрсетеді, бір айда 10 Сізде килограмм мысалы бала бір айда, яқты. бір айда елдің ішінде бәрі дайректіге жарылып жатыр мысалы, бір айда. Оның мен айтамын, оның ешқандай құпиясы жоқ. Жаңағындай күніне 5 сағат бізді билетті. Мен жаяу жүрдім. Енді дұрыс тамақтану ғой. Негізі Ақмоншақ екеуміздің бір ұқсастығымыз, жаңа айтып отыр ғой, кітапты ашпаймыз, немесе бір күн ашамыз, кейде ашылмай қалады. Спортта да солай. Менше бір кітап оқысам, бір күнде бітеді сол. Менде де сондай. Соны айтайын деп тұрғаным, ана біз бір нәрсені мақсат қойдық па, бітті, соған соңына дейін жету керек деген мен секілді. мысалы әйелім жаңа сериал қаратпай отырсам, короче, сериал қарай ма, сол сериалды неше сезон болсын бір күнде бітіріп тастау керек. Бұл дұрыс емес. Мысалы кітапты да өзінің несімен болу керек қой, жаңағыдай сияқты да. Сол жаңа азаздан үздіксіз деген нәрсе. Негізі сол дұрыс. Біз егер құпарып тастаймыз, бірден сосын қалып қалады да көп жағдайда. Көп адам сондай сияқты менің ойымша. Соны үйрену керек. Соны үйрететін осы қосымша өте пайдалы деп ойлаймын енді. Біз мысалы жүгіріп жүрген кезінде ең басында жүгірді ана 2015-те километрмен жүгіреміз. 2 километр, 5 километр. Негізі километрмен жүгірмеу керек. Негізі уақытпен жүгіру керек. Так 5 минут жүгірем, 10 минут жүгірем. Сен қалай жүгіресің? Қатты жүгіресің ба, өзің білесің. 5 километр дейтін ол айтқанда оңай сияқты, но бірақ жүгіріп қара, сен, например, қой құлап жатасың да. Сол кезде уақытпен есептеу керек, бәрін уақытпен. Ерік мырза, Серік сендіре алды ғой. Жаңа айттыңыз ғой, бірінші сол жерде қалып неде едік 10 қой минут біздер, қана түсінбесем де, бірақ ананың біліп тұрғанына сендім дегенде, иә. Серік түсіндіріп жатқанда түсінген шығарсыз енді, әңгіме не жайлы болып Бұл жатқанын. тақырып маған әу бастан белгіледі. Себебі бізде бірге жүргенде осыдан бірге тақыладық. Адам негізі 4 энергиядан тұрады дейді қой, мысалға физикалық энергия, интеллектуалды, рухани және эмоциялық энергия. Ол әрбір адамда бар. Қаласа да, қаламаса да бар ол. Просто әркімде ол әртүрлі дамуы мүмкін. Біреуде интеллект қатты дамуы мүмкін, біреуде физика қатты дамуы мүмкін, біреуде руханият қатты дамып кетуі мүмкін, интеллект төмен түсіп кетуі мүмкін. Ондай адамдар көп. Айналамызға шықсақ көршіде толып жүр ондайлар. Ал біздің мына мақсат 2014, 2015, 2016 жылдары Серікпен бірге осы төртеуін бірдей дамыту, бірдей баланста, аз болса да бірақ бірдей дамыту. Ал адамдар қазір мамандық таңдап кетеді, махаббатымен проблема болады, семья, Или тек карьера қуып кетеді, или тек ақша. Мысалға, біз бір сол жөнінде кішкене кітаптар оқыдық, бұрынғы жылдары. Мына 4 энергияны мен үстелдің 4 аяғы ретінде көремін. Егер бір аяғы үстелдің кем болса ше, үстел әртүрлі. Ал егер 4-еуі де бірдей болсын, мейлі ол қысқа стол болсын, мейлі биік стол болсын, оның үстіне кез келген нәрсені қойыңыз. Оның үстіне махаббатыңызды қойыңыз, оның үстіне карьераңызды қойыңыз, қаржыңызды қойыңыз, достарыңыз, семьяңыз, ата-ана, ана үстел бәрін көтереді. Ол ана үйдің 4 қабырғасы сияқты ғой. Ол да кез солай. келген неде солай қабылдау керек деп Негізі ойлаймын. 4 деген жақсы цифр, қазаққа өте жағатын. 4 түгел болса, Төртеуіміз жақсы отыр екен ғой. Мына жерде де 4-еуміз отырмыз. Ол жақсы. Сол әңгіме айтылғаннан кейін сол білетін идея ғой негізі. Ол бірінші стартапқа инвестиция салған, ол тіпті маған технология әлемінен білмейтін. Ал Серік айтқанда, әрине бұл өте қолдайтын нәрсе. Қанша уақыт кетті Серік мына қосымшаны жасауға? Өйткені жаңа шай ішкенде ғой, біз кешке түнде кейде шай ішкен кезде түнгі шайда айтып отыратын, мынаны жасап жатыр, мынаны істеліп жатыр. Мен идея айтып қоямын, мынау былай болсын, осылай болсын деген секілді. Оны жазып алады, қағып алады да, кейін тағы мына жерін өзгерттік. Өйткені енді басында мойындау керек, орыс тілінде жазылды ол программа, одан кейін барып толық қазақ тіліне аударылды 100%. Мен айтамын да, ол Серік деймін де, қазір мен өзім аудиторияма қалай айтамын? Мен оқырманым бетіме лақтырады орыс тілді деймесе қалай деген секілді, иә. Біз бірінші кезекте сол қазақ тілді аудиторияның дамуына дейін қояйық деймін де. Сондықтан да сөйтіп қанша уақыт жасалды? Біраз уақыт кетті ғой деймін. Айболатқа тапсырма берілгелі. Каспийде мен мысалы бір проект жасайын ба, не 9 айға болатқан, бір толатқан 9 айда бар. 9 ай 9 күнде. 9 ай 9 күн дейікші, например. До этого мысалы басталмастан бұрын соны зерттеп жүргеніме 9 айда болып кетті. Анамен сөйлесесің, ол бірден бастап кетуде болады жаңағыдай да, бәрін көз жұмып қойып та. Но бірақ
Сосын барып бізде не Каспийде біз өзімізге бір ана ритуал дейтін бар, біздің жаңа бұрыннан бері нахуа дейтін бар ритуал. Бұл индийстан ритуалдар дейді, жаңағы сен аты қандай дейсіз? нахуа деп аталады. Зачем деген Зачем, сияқты. Зачем? Ага. Сен сол сұраққа сен жауап беру керексің. Сен сол кезде ғана барып сен оны зачем, не үшін, кім үшін деп бәрін толық түсінгеннен кейін барып саған сол проблеманың решениесі автоматом келеді, идеялар. А сен просто так жасайын деп едім, маған жаңа дегенсең ол келмейді. Сосын біз бастап кеттік. 1 июньде басталды. Айтпақшы, мына айта кеткен сайт. 1 июнь ана балалар күні ғой. Балалар күнінде. Балалар күні басталды. Прям ол совпадение ма, ол бір сәйкестік па, мен не білмеймін. Және де сосын маған көп деген достарым көмектесті. Жаңа Айболат Құлатай, Шыңғыс Мұхан бар, Тимур Бектұр бар. То есть мына бұл кісілердің де аттарын атап кету болмайды. Бұл кісілер жаңағыдай каждый раз мен шай ішуге барамыз, сосын осылай барғанда олардың идеяларын ұрламаймын, бірақ жаңағыдай бір кездескен сайын бір не ақылдасу, ақылдасу ретінде. Мана кіммен кездесті, не Алибекпен кездесті. Бір ой салады, бір ой салады. Сен бірақ ол ойлары бір 3-4 күннен кейін болады. Мысалға, бір «Думай как математик» кітап бар жаңа. Саған бір күшті идея келетін болса, сен айтады да, бір іспен қатты 20 минут айналысты, все, басқа ұмытып кетті болды. Сосын бұл мына жерде ойланатып, сосын бар ол мына жақтан іздейді ответтерін, бәрін сен оқыған кітаптарың, фильмдерің бар. Мен қазір аспаннан келген жоқ бұл идеям. Бұл оқыған кітаптар, фильмдер, кездескен адамдардың көрген жерлерінен бәрі жинақталып келген нәрсе да. И проблемалар еще. Проблемалар. Менің мамам жаңа химбиолог, сосын өзі бұрыннан бері жаңа мектепке жақынбыз жаңағы, то есть нелерімен мұғалімдердің проблемасын білемін. Сосын каждый раз соны зерттеу үшін әдейі қыздарының жаңа несіне барам. Ата-аналар жиналысына обязательно барам. Сосын жаңа тыңдаймыз проблемаларын. Бәрімізде бірдей проблема жаңағыдай, сосын ойымда. Сосын төрт деген ол сосын біз айтып отқан қазіргі проблема негізі бұрында да болған, ол бұрында да бола береді негізі. Просто қазіргі заманына сай оның шешілу жолдары ғой, былай айтқанда. Біз қазір искусственный интеллектке жатырда, біз қазір баламызды математикаға беріп жатырмық, например. Бірақ 2 жылдан кейін, мысалы, кез келген искусственный интеллект бәрінің білімдерін теңдестіріп тастайды. Сол кезде кім ұтады? Жаңағы мына төрт, біз қазақта сөз бар, 4 құбыласы тең дейтін, например, да. Ол бізде бұрыннан бар да, мысалға, мал бақтыру, ол физика деп алайық. Сосын барып жаңағы нені ақыл айту, жыр жаттату, оны интеллект деп алайық. Одан кейін бата беруді рухани деп алайық. Сосын барып, ал жаңағыдай қонақ күтуді үйрету, ол эмоция. Міне төрт жағынан бізде ата-бабаларымыз осылай істеп келген. Біз енді қазіргі көп нәрселерді біз ұмытып қалдық та, жаңа біз бала туылады, біз оның инструкциясымен өмір сүреміз жаңағыдай. Қалай не істерін білмейміз, жан-жағымызға қараймыз. Анау бүйтіп жатыр екен деп шахмат деді ма? Бізде шахматқа барайық. Ерек баласын бассейнге барады екен деп бассейнге лақтырып жібереміз жаңағыдай да. Ол керек бала, бірақ керек негізі, бірақ баланың дейсің, әр бала әртүрлі талантпен. Иә, сол ғой сол. Анандай бір аңыз бар ғой. Баяғыда бір ауылда бір көріпкел адам болған екен, өте атақты, сол өңірге бәрі ақыл сұрайды, болашақтан бірдеңе хабар күтеді. Сол ауылдың көрші бір ауылда бір ұста болған ғой. Кәдімгі темір ұстасы, кәдімгі көрікпен, отпен қыздырып. Сол кішкентай баласын, бір 5-6 жастағы баласын ертіп барған ғана адамға. Сен осы көп көріпкел дейді, балама қарашы, не көріп тұрсың дейді, кім болсын бұл дейді. Ана көріпкел тұрады да, балаңыз тігінші болсын деген ғой. Тігінші болсын, сонда күшті болады, бәрі жақсы болады, бай қуатты болады деген. Жарайды деп кеткен, бірақ енді үйге қайтып жатқанда ой салады, тігіншілігі деген не ол дейтін. Жігіттің жұмысын жасамай ма? Не тігін тігіп отыру деген. Сосын үйіне барады да, жоқ, бұл бала тігінші болмайды, бұл бала мен сияқты ұста болады дейді, кәдімгі таңертеңнен кешке дейін ұсталыққа үйретеді. Кәдімгі темірді, кәдімгі иіп, әртүрлі заттар, бала дейтін күндіз-түні көріктің қасында, оттың қасында қара тер, бірақ 20 жыл өтеді арадан. Бала өседі ме, жігіт болады, жасы 30-дан асқан. Сол елдің нөмір 1 ұстасы болады ғой, кәдімгідей. Ақша деген пішен. Иә. Заказ дейді ғой, заказ. Очередте тұрады, тапсырса, предзаказда тұрады адамдар. Енді әкесі енді көңілінен шықты, марқайып отыр, балам мынандай. Жүрші балам, мен сені біреуге апарайыншы дейді. Сосын баяғы көріпкелге апарады. Енді ол да шал болды. Көріпкел, сен осы баяғыда айтып едің ғой мен. Кішкентай балам келдім. Мына баланы сен дедің, тігінші дедің.
Иә, ал қара, міне қазір атақты елдің жалғыз нөмір бірінші ұстасы, бай, қуат, байлығы дейтін тіпті керім. Қайда сенікі? Сен қателестің ғой дейді. Ана көріпкел айтады, негізі мен бұл байлықты көріп едім дейді. Қайдан келді? Мен просто оңай жолын айтып едім, саған тігінші болсын деп. Ол бәрі бай болатын еді негізі. Сен алдында ең қиын жолына салдың оны дейді. Олай да болатын еді да, мысалға. Сол сияқты, яғни ең оңай жолы да болуы мүмкін. Ол ана жерде біздер қаншама тырыссақ та, баламыздың қайда барсақ та, кім болсақ та, қандай университет болсақ та, кейде ойлаймын, мен адамдармен сөйлесесің, көресің, кейбір нәрседе өте маңыздылығы жоқ деп ойлаймын да. Сен қайдан бітірген? Гарвардтан бітіріп, дым жоғары мамандығы, білімі жоқ адамға барып жұмыс жасайды жаңағы адам. Гарвард бітіріп отыр. Немесе бар бізде болашақпен де бітіріп жұмыс таба алмай жүрген де азаматтар бар. Немесе 2-3 дипломы бар адам Қазақстанның жұмыссыз жүр. бір простой дейік, бір университеттен бітіріп өте үлкен мамандықты иесі алып отқан билік иесі адамдар бар. Бұл қалай сонда? Егер бір рецепт болса екен, мына оқы, керім боласың деген. Ондай жоқ болып тұр ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан мына жерде жаңа әр адам ең бірінші тағдырына байланысты ғой кім болатын. Біз қолымыздан жол көрсету және дұға тілеу керек. Тағдырына да байланысты, бірақ әр адамның ойына да байланысты. Қазіргі заманда жетпей жатқан нәрсе ол білімнен бұрын қарым-қатынас. Енді ана барлық нәрсені тағдыр солай болды деп тағдырға итере салуға болмайды. Ана бір кейде ойландыратын бір әзіл бар да, анау сайтан кішкентай әкесімен кетіп бара жатады екен де, сон бала мынау ағаш, мынау көлік, мынау камера, мынау микрофон деп кішкентай баласын сайтан нетіп келеді ғой, үйретіп келе жатады да, бірақ ана адамдарды көреді де, бала мыналарға бірақ жоламаш, сен жолап кетсең ертең не болса да бізден көре береді деп айтады дейді де. Анекдот қой. Анекдот сияқты ғой, енді сол сияқты барлық нәрсені кейде анау былай болды, мынау былай болды деп те қоя салған, дұрыс емес. Бірақ мен бір нәрсені түсінімде, кез келген адамның өмірінде, ол мейлі 10 жас бола ма, 20 жас бола ма, 30 жас бола ма, сол қараңғы бір миындағы өшіп жатқан нейрондар дейміз ғой, соған бір импульс бір не береді. Өйткені кейбір адамдар шынымен де қарап жүресінде өмірі қатты қарапайым болды. Бір уақытта бірден жаңағындай момент байлық болмаса атақ, абырой беріліп жатады. Немесе болады, сол дүркіреп тұрған адам бір моментте бір өшіп қалады, болмаса қарызға кіріп өмірі одан сайын бағанағы айтқандай. Міне осы жерде бір қоса кетейін, рұқсат етсеңіз, мысалға байлықты көтере алмайтын адамдар бар. Яғни белгілі бір дәрежеге келіп үлкен бизнес иесі болып, үлкен дәулетті қолына ұстағаннан кейін оны ұстай алмайтын адамдар бар. Яғни келген ақша суда кетеді. Бұны мына приложениеде өте бір көрінісі бар осы приложение. Себебі бала кішкентай кезінен бір жаңағыдай тапсырмалар жасайды, бұның несі жүлдесі ретінде ақша алады ғой, монета алсын, тиын тебен алсын. Сосын бұны бала өз еркі қалай жұмыс жасады да. Енді мына жерде қарайды ата-ана. Бұл бала бұны қалай жұмсайды екен. Бәрін жоқ қылып жібере ма бір күнде алған ақшасын, немесе кішкене бала бұны көбейтіп, одан да үлкен жүлде алсам деп уақытпен, сабырлықпен күте алам екен. Міне осы жерден бастап сіз ол баланың болашақта қалай болатынына бір сілтеме ала аласыз деп ойлаймын. Бала кішкентай кезден басталады, Енді бұл қосымша толығымен App Store дейміз, одан Play Market, Google Market барлық кез келген ұялы телефоннан көшіріп жүктеу үшін. Не істейді? Үшін жаңа, Барсум деп жазады, сосын одан кейін. Көріпсіз, Барсум деп жазады, сосын тегін жүктейсіздер. Ары қарай. Сосын ары қарай, ары қарай өздеріңіз көресіздер. Сосын одан кейін және балаларға да жүктеп дайындайды, сосын ата-ана өзіне қосады, жаңағыдай ішін добавить дейтін бар, қосу деген бар. Сол қосады да кәдімгі бір семья құрады. Сосын ішіне диагностика істеп қойдық. Диагностика бұл ішінде искусственный интеллект, Барсум деп қойдық. Жасанды интеллект сізге жаңағыдай бір тестін өтесіз кішкентай. Ол тестті бәрі өтетіндей қылып, әдейі подсознательный түрде жасадық жаңағыдай. Цветке қарап, қызылға қарап, мысалы, ол подсознательный түрде өткеннен кейін сізге жаңағыдай сіздің қазіргі состояниеңізді айтады. Сіздің қазір қал жағдайыңызды, одан кейін барып сіз потенциалыңызды, сосын төрт жағдайыңыз бойынша мысалға тапсырмалар береді сізге.
7 күндік сосын қысқасы тегін жүктеп алыңыздар және де 3 ай бойы барлық ішіндегі мүмкіндіктерді Иә. тегін пайдалануға бір науқан сондай болады. науқан мүмкіндік бар. мүмкіндік, иә. Одан бөлек жаңа айтты ғой 1 маусымда балалар күні былтыр мен оны процессті білем, көріп жүрмін. Одан кейін президент жаңа жылда құттықтайды емес пе? Сол кезде 2026 жыл елімізде жасанды интеллект және де цифрлы Қазақстан жылы деген кезде мен ойладым, ары қарай жаңа жылмен Серікті құттықтап жатырмын да, Серік естідің ғой президент не айтты? Иә, тез мынаны жасау керек, іске қосу керек. Өйткені шынымен де менің ойымша бұл дәл қазіргі таңда керек дүние болып отыр. Көптеген факторлардың бір тоғысқан уақыты да бұл. Иә, одан бөлек енді біз жаңа айтып жатырмыз ата-ана деп. Сосын енді жеке адамның да дамуы деп жатырмыз, өйткені енді баласы жоқтар немесе біз не істейміз деп қалмасын, ол барлығына арналған, соны түсіндіру керек. Одан бөлек жаңа айттың ғой сен, тапсырмалар бүйтіп ата-ана баласына беріп, мынандай жасауға болмайды, жаңа қыз бен жігіт бір-біріне бүйтіп тапсырмалар беріп. Ондай да бар негізі, бұл планда. Барлығы жаймен ғой, барлығы. Сен бәрін қосып қойсаң, бәрін бас айналып, не болып кетті деген сияқты. Жоқ, қараңыз, Серік, түсіндірейін деген мысалға біздің балаларымыз бар. Мен бірақ әлі балам телефон ұстамайды. Бізде өзі сондай тәрбие, тәртіп. Мен айтқам 5-ші сыныпқа барғанда ғана деп. Сол кезде ғана мен өзі мамыр бітейін деп қалды ғой, қазір мамыр айы жақындап, оқу біткен кезде мен 5-ші сыныпқа қадамыс алып берем. Сөйтіп мен балама тапсырмаймын. Ал енді дәл қазіргі таңда мысалға әйелі күйеу ретінде мен әйеліме тапсырма беріп, болмаса әйелім бір-бірімізге мотивация беріп, жаңағындай мақтап сондай жасауға болады ғой бұл жерде. Енді мен айтып отырғаным сол ғой, қыз бен жігіт танысып бір-бірі бүйтіп деген сондайға алып келсеші енді. Дәкең анау бойдаққа бағыт деген. Байға бағыт, бойдағы емес. Бізде бағыт көп негізі. Дипломмен жаңағы ауылға деген сияқты, бала-шағамен ауылға деген бізде қайырымдылық жоба болды. Одан кейін байға бағыт деген сияқты әйтеуір елге баспанаға бағытым бар, менің бизнеске бағытым бар. Сөйтіп елге әйтеуір бағыт-бағдар береміз, Ерік мырза. Күшті. Сол сияқты мына Барсум. Мен бұның потенциалы жоғары. Мысалға, сіздің бизнесіңіз бар, сіздің подчиненный адамдар бар. Жұмыстағыларға тапсырмай беруге болады. Бұны бизнеске де қолдануға болады. Мысалға, менде 2-3 кафенің болсын, баристерім бар. Мен айтам, бариске сен бүгін бірдеңе жаса, терезені сүртіп қой, ана жерін бүйтіп қой. Маған керек десеңізші. Сізге де керек. Бұл мұғалімдерде контроль жасауға. Сен ана проект жасадың ба? Мысалға, енді сіздікі мүмкін күнделікті тапсырма болуы мүмкін бір кварталға беруіңіз мүмкін. Саған мысалға ағаш егу науқанында сен осы проектті ал деп бір мұғалімге тапсырма бере аласың. Ол соны жасағанда галочка болады. Сыйақы да болады. Бұны түрлендіре беруге болады. Оны тапсырма бердіңіз, өзіңіз бақылап, сосын ан жақтан мынау Ақмоншақ айта берді ғой, істеп қойдым деп, өзі де бүйтіп галочка қойса, болды, артық әңгіме жоқ та, көріп отырасыз, кешке жұмыстан келдіңіз, аштыңыз, өте ыңғайлы, өте қолайлы. Бірақ жасағанына көрсететін бір дәлел болу керек. Жерде фото, видео салуға болады мүмкіншілігі. Қысқа әрине. Иә, оны енді жиналыста да бүйтіп, болмаса әзірге WhatsApp-пен де сұрай салуға болады. Сосын қазір біз монета етін көрдік, жаңа это не мәңгілік монета деп аталады. Оны Шыңғыс Мұхамен сөйлесіп отырмын, сол айтады. Енді жасайды балдар. Балдар не алады деді, сосын. Енді балдар енді молодец алмаймын деді, сосын жаңағыдай. Жоқ, балдар бірдеме алу керек деді. Сосын содан кейін монета ойлап таптық. Монета дейтін, сіз мына берілген заданияларға құндылық бересіз мысалға. Ішіне оның ауыр болса көбірек монета алуға мысалы, например, итак, мен күніне қызыма 500 теңге 1000 теңге беріп отырмын күніне. Мысалы, қазір сіздің қазір счетына кірдіңіз, выпискасынан қараңыз, 1 жылдық, сосын шошып талып жатасыз ана жерде, бірақ сосын енді қазір сосын одан кейін монетаны қоясыз. Монетаны сосын және ата-анаға арзан қылдық та, мысалы 1 теңгеге 10 монета, мысалға 100 теңгеге 1000 монета алдыңыз да, соны айналдырасыз. Бала ананы жасайды да, сосын барып оны мысалға ыдыс жуу, например, жуды, сосын монетасын тапты ғой. Сосын монетаны сізге қайтып жібереді, ауыстырады, или ақшаға, или уақытқа деген сияқты ғой. Негізі бұл монета системасы бұрыннан да бар да. Мысалы, мен кішкентай кезінде футбол жақсы көретін болдым, кішкентай ойнам, бірақ сен футболға кешке бару үшін сен қораңды тазалау керексің, мал түйін керексің. То есть бұл біздің монетамыз болды жаңағыдай. Сен оны жасамағаны. А қазіргі монета жинайтын едік қой әйтеуір. Дискотека барарда жайлап одан кейін ана бүйтіп маңайынды жинап, сөйтіп бір ана үйдің алдында бүйтіп авторитет
монета жинай беретін едім, сол болып тұр ғой негізі. сол монета дейтін ол көп это не ойлап қалмасын, монета бұл ертең ақшаға да үйретіп жатыр, жоқ. Монета дейтін ол басқа нәрсе. Ол сосын оны айырбастайды жаңа уақытқа. Негізі ең құнды нәрсе уақытты үйрету керек қой. Біз сол уақыттың ең құндылығын, бізге ең жаңағыдай біз ауаның құнды екенін білмейміз, уақыттың құнды екенін білмейміз ғой былай. Сосын маған бір ұнаған жері, мысалы бізде енді басқа ұлтты білмеймін, бірақ қазақтарда өзімнің семьямның өзінде біз балаларды екі-ақ нәрсеге жұмсаймыз. Үй жина и сабағыңды оқы. Басқа нәрсе айтуды біз даже білмейміз де. Біз баланы кінәлаймыз. Ал егер жаңа мысалы мен приложение көрдім да, детально жазады да, мысалы аяқ киімді жина, нақты. Біз қазіргі альфа ұрпағына тапсырманы нақты беру керек. Иә. Біз общий бере саламыз, үй жина. Ол сенде үйдің қай жері, иә, мысалға. Кімнің бөлмесі. Иә. Уже ана бала үй жина дегенде уже оны естіп жатып шаршап қалады да, Шаршап қалады. шашылған. А бізге деталь. Қазіргілерге деталь керек. Ыдыс жуып қой. Ең қызығы, сосын біз қазір тест жүріп жатыр да, жаңа бір не үлкен школ мен ата-аналар арасында. Мен 4 оқитын. Сосын мен бином мектебіне рахмет айту керек шығар, енді жаңағы аты жөнімен айтып жатсыз ғой барлығын. Кейін Ақмоншақтың мектебіне рахмет айтамыз. Бастау керек бізге. ең қызығы чатта біз ана не әртүрлі ата-ананың әртүрлі приемдарын қарап жатырмын, жаңағыдай бар ғой. Мысалға мен қарапайым екен, жаңағы мысалға ыдыс жуу 100 теңге, болса это бере саламын. А кейбір отбасында керемет бір нелері бар, жаңағыдай фишкалар дейді ғой. Балаға айына 20 мың теңге береді зарплата ретінде. Сосын барып, егер ол жаңағы не бір айдың ішінде ол 5 мыңнан төмен қалдырса, келесі өте 10 мың береді. Ол жаңағы қайтадан ана келесі айда 20 мыңды алу үшін ана 5 мыңды қалдыру керек шотта. Түсіндіңіз бе? Жойып тастамау керек. Жойып тастамау керек. Қаржылық сауат. Қаржылық сауаттылық үйретіп Ақшаны жатыр да. ұстай білу. Мен балаларға мектеп кезінен бері әсіресе 6-7 жастан бастап үйрету керек деген дәл осы қосымша маған осы қаржылық тұрғысынан ұнайды, сауаттылық тұрғысынан. Сол мен ананы көрдім, таң қалдым. Енді бізде қаншама отбасы бар да, қаншама отбасының фишкалары бар. Әрқайсысы. Соның бәрін жинап әдемі жасауға. То есть ата-аналар бірімізге көмектесеміз ғой, былай айтқанда. Иә. Анандай болуы мүмкін. Мысалға мен тіпті болуы мүмкін, ата-аналар не тапсырма берерін де білмеуі мүмкін. Сол кезде жаңағы искусственный жасанды интеллект былай да жасалады деп ойлаймын. Әрбір мысалы балаңыз 7 мен 8 жасында болса, мына дайын сет ала қойыңыз. Осының ішінде бәрі жазылып тұр. Қысқасы, құрметті көрермен, ата-ана, бойдағы бар, жасы бар, үлкені бар, кәрісі бар, айтқым келеді, барсым ол біздің кішкентай сол барсымыз, ішімізде жатқан кез келген адамда өзі сондай бір мінез болады ғой. Енді кез келген адамда айтады ғой, кейде жылан жатады, кейде бір арыстан жатады деген секілді, бірақ мен ойлаймын, біздің қазақтың ішінде сол барыс мінезді кішкентай бір барысымыз жатады бәрібірде, иә. Сондай кеңдікті, тәуелсіздікті, еркіндікті аңсайтын адамдарымыз ғой. Сондай жануар өз соған теңестірсек болады. Қысқасы, күн өткен сайын дамып жатыр. Идеяларыңыз болса, сол қосымшаны жүктеген кезде жоғары жағында серікке тікелей жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Серікті көрдіңіздер ғой. Сол әрбір минустан плюс жасайды. Өмірдің өзі минус пен плюстен тұрады, бірақ сол өмірімізде плюстеріміз көп болсын, және де сұхбаттың соңында тағы бір нәрсені қосқым келіп тұр. Тағы да біз шай іштік қой, Ерік мырза деп атсам. Жоқ, өзіміз қазір шайға шақырамыз осыдан кейін. Ерік мырза екеуміз бөлек шиге отырмыз. Сосын директормен шайға деп бөлек екінші подкастқа барамыз. Сол соңғы шайда мен айтамын да, енді маркетинг тұрғысынан барсым қарап отырмын, бір не керек деймін де. Лозунг керек. Содан не айтамыз, қалай деп. Біз енді мен бұрын 21 ғасыр көшбасшысы деген білесіз ғой, телевизиялық бағдарламада еліміздің әр мықты балалармен жұмыс жасап, өзім іріктеу жасап, сол балалардың бәрін айтатын, білім бізді біріктіреді, БББ деп, аллитерация дейді әріптермен. Білім бізді біріктіреді деген жиі айтатын. Сон барысқа бет қарап отырмын да, барсым, Серік осыны айтайықшы, өз сөзін айт маған. Барсым бізді біріктіреді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде сол кішкентай барыс бізді ата-анасын да, баласын да, жаңа айтқан бойдақты да, ерлі зайыпты да бір-біріне тапса, коллективті де міне біріктіретіндей мүмкіндік жаңа идея айтылды, иә. Сондықтан да құрметті көрермен, жүктеңіздер, қазір барлығы бұл тегін. Президенттің өзі де айтты, иә, талай рет жасанды интеллект біздің, енді бізге шыны керек, мына Қытаймен көрші болғаннан кейін бір нәрсені жасап, мынандай стакан шығару ол қиын әрі қымбатқа түсуі мүмкін. Өйткені ол нарық
бізде халық та аз, сұранысқа да ол әсерін тигізеді ертеңгі күні. Содан да кейбір завод фабрикалардың бәсекеге жетпей жабылып қалатыны содан. А біз қазіргі тұрғыда ұтатынымыз мимен ұта аламыз, логистикамен ұта аламыз, туризммен ұта аламыз, осы салаға біз миымызды сол қосымшаларға жасанды интеллектті көбірек қосатын болсақ, біз өсеміз, біз дамимыз, біз алда болатынымыз анық. Қысқа да нұсқа, енді менің айтарым бітті. Сіздердің қосарларыңыз болса, болмаса қазір сұхбат біткенде Дәулет осыны айтуым керек еді деп, Серік ондай жоқ па? Жоқ, енді әлі де алда қалай айтылады деп ойлаймын. Сосын жүктеңіздер, көріңіздер, бізге жаңағыдай пікір маңызды. Пікір маңызды, обратная связь дейді, жаңағыдай профильге кіресіздер, ана жерде не тұрады, наушниктің сурет. Соған басып, жаңағы бүкіл идеяларыңызды, фишкаларыңызды былай істеу керек десеңіздер, бәрінің басында өзім қарайтын боламын дейді. Енді көрермендер ойлап отыруы мүмкін, мына кісілер не істеп отыр, Серік разработчик болса деп ше. Жоқ, біз енді халыққа айту керекпіз, енді аудитория Қолдап, бар, бұл жерде біз жаңағы Серіктен болмаса Ерік Мырзабаевқа ақша бер дейтіндей емес, бұл жерде шынымен де жақсы нәрсені неге айтпасқа, жақсыны неге көрсетпеске, жақсымен неге мақтанбасқа, міне осындай қазақ жігіттері, жаңа Айболатты да негізі алып келу керек еді Алматыдан, міне осындай қазақ жігіттері жасап жатқан дүниені біз елге айту керекпіз, әлі де айта береміз деп ойлаймын. Енді Ерік мырза, сізге осындай стартап жобаға қаржы бөліп жатқаныңызға көп алғыс білдіргім келеді. Негізі бұл бастамасы деп ойлаймын. Әлде де бұл уақыт өте келе жаңа халықтың қолданысының көптігіне байланысты әртүрлі өзгерістерге ұшырайды. Жаңару үрдісіне дегендей. Енді маған жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қаржылық сауаттылық ұнады десе, маған қазіргі жетпей жатқан дүние ол қарым-қатынас. Біз бәрі бар, Құдайға шүкір, енді тоқшылық заманында өмір сүріп жатырмыз, бірақ ата-ана мен баланың арасындағы, ұстаз бен оқушы арасындағы, болмаса үйде 4-5 бала болса да бір-бірімен сөйлеспейтін жағдайлар болып тұруы мүмкін. Сондықтан ал қазіргі таңда тұлға болып қалыптасуға ол ең бірінші кезекте қарым-қатынас адамға. Кейде байқайсыздар ма? Жаңа кейде айтып жатады ғой, неге троечниктер бір бизнесмен болып кетеді, басқа деген сияқты. Ол түсініктің өзін мен енді былай айтқым келеді да, ол мүмкін білімді бірінші орынға қоймаған шығар кезінде, бірақ ол адамдармен қарым-қатынасқа түсуі мықты болды деп. Ал қазіргі уақытта қарым-қатынас өте маңызды. Ал осы платформа дейміз ба, приложение қосымшасы осы қарым-қатынасты нығайтады. Осы қарым-қатынастың аздығының өзінен қазіргі буллинг деген, қазіргі суицид деген аты жаман дүниелердің өшіп тұрған да содан. Енді қолы бос емес, осы Барсумға кірген ата-ана да, оқушы да, барлық жалпы адамзат тұлғада осы қарым-қатынасқа, жоғары қарым-қатынасқа, жоғары интеллектке тырысады, және жаңа сіздер айтып кеткен 4 құбыласы тең, 4 тағандап тұратын керемет тұлға болып қалыптасады деп сенім білдірем. Барлығымызға сәттілік. Енді біз де осы ұлт тәрбиесінде, жалпы ағартушылықта, мынау тұлға қалыптастыруда артымыздан еріп келе жатқан студент болсын, оқушы болсын, жастар болсын, өзімізбен қатар замандас болсын, сәл болсын соларға пайдамыз тисе, біздің миссиямыздың орындалғаны деп ойлаймын, Дәке. Бұл жерде енді астарында бір тегін деп айтып жатсыз, енді барлық тегін нәрсенің де мүмкін несі болмайды шығар, ол мына жақта қанша ақша құйылғанды біз естіп отырмыз. Әрі қарай да бұны толықтыру үшін де, жаңарту үшін де оған көп қаржы салыну керек. Әрі қарай енді оны уақыт көрсетеді. Ал сіздің енді сізге рахмет. Сізге айтайын деген, сізге алдында мен не үшін Ақмоншаққа бардым да? Сол айта кетіңіз. Біз осы жер керек деп. Ата-аналарға тест жүргіздім, сосын айттым, міне балаларыңа енді тапсырма беріңдер деп қарадық. Кітап оқумен үй жинаудан кейін фантазиямыз өтіп қалды. Сосын айттым, бізде онда бір дайындау керек екен, бір челлендж дайындау керек екен. Сосын алдында трестке жаздыңыз ғой сіз, міне осылай дегенде бәрі халық қолдады жаңа, міне потенциал. Міне лидер мнение, потенциал. Сосын кімге Дәулетке жаздым, жаңа кездесу керек обязательно деп танысу керек деп. Ол не ғой, мен Серікке нөмір берем, ол берген нөмір зеленый цвет, Серікті бәрі жақсы қарсы алып алды деп жатсам. Бір сағатта шешіп салды. Сосын мен жаңа челленджді бастайық, Қазақстанға арналған отбасына біз задание бірге жасаймыз, эксперттермен, психологтармен отырып алып, сосын одан кейін тікелей эфирде бірге отбасымен курсын жаңағыдай. И бәрі соны жасаса, бір керемет қызықты проект болады деп ойлап
Ерік мырза, Негізі сіздің айтарыңыз болса бір нәрсені көптеп көлемдеп жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, осындай енді бір іс басталып жатыр екен, табыс тілейміз. Негізі бір стартаптың өзінің өмірі болады, белгілі бір қадамдармен өтеді. Дүние жүзінде бұл инвестиция тарту, мысалға егер бұл проектке кірем деген адамдар болатын болса, инвестор ретінде бұлардың да алда мүмкіншіліктері болады. Себебі бұл тоқтамайды. Бұдан кейін тағы да раунд жасалады, одан кейін тағы да раунд жасалады, сөйтіп компания өседі дегенде. Яғни бұл инвестиция тұрғыдан айтып жатқаным. Ал енді біз өзімізге келетін болсақ, енді осы көптеп көлемдеп бір амалын жасайық. Енді Басын бастап көрейік дейсіз ғой, иә. Бұл ниеттенейік, осылай бұйырса енді қорытындысын ала бере жатар. Әрекетке берекет дейді ғой, айналып келген кезде. Рахмет, құрметті көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыз өте пайдалы және де ой саларлық тұрғысынан болды деген сенімдемін. Бар сұмды тегін жүктеп алыңыздар, пайдаланыңыздар, қызығын көріңіздер деп айтқым келеді осындай пайдалы дүниені. Әр көрерменнің дәулеті артсын, дәулетті, бай қуатты болайық, аман сау болыңыз.